Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге әдемі дастарханның сәнін беретін, қонағыңызға ұялмай қоятын салат түрімен таныстырамын. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен жазған описаниеде жазған рецепттер бойынша осылай 3 тәрлікке шығады. Егер көбірек қаласаңыздар, оның санын көбейтесіздер. Өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Сондықтан каналға тіркеліп менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді суға пісіріп алып, осылай суытып, барлығын ұзыншалап турап суытасыздар. Бұл ыстық күйінде салынбау керек, суып тұрғаннан кейін барып салыну керек. Одан кейін пекинский капустамызды алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп турап және 4 бұрышлап уақтап тураймыз. Енді тәрелкемізге бірінші пекинский капустамызды орналастырып, және майонезімізді сеуіп, үстінен етімізді саламыз. Оның үстіне де тұз себуді ұмытпаңыздар. Әр салған сайын тұз себуді ұмытпаңыздар. Одан кейін қиярды соломка қылып осылай турап, видеода көрсетілгендей етіп барлығын турап шығып, үстінен еттің үстінен саламыз. Оның үстіне майонезді жағып, тұзымызды сеуіп шығамыз. Одан соң помидорды 4 бұрышлап турап, қиярдың үстіне саласыздар және майонезбен қайтадан тұзды сеуді ұмытпаңыздар. Енді фриімізді саламыз. Фриді алдын ала картопты ашып, жуып, теркадан өткізіп, барлығын қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Мінекей фриіміз осылай дайын болған кезде барлығын бетіне сеуіп шығасыздар. Мінекей достар, оңай әрі жылдам, тез дайындалатын салат түрімен таныстырдым. Жасап көріңіздер және комментарийға лайк басып, комментарий ойларыңызды жазуға ұмытпаңыздар. Ас болсын.